Бұл Нарын деген бүркіт, Атырауды намысын қорғап жүрген бүркіт. Жақсы жүлделі орын алып жүрген бүркіт. Мінезі жайсаң, жуас құс өте. Адаммен тез тіл табысады адамдармен. Андай айтқанын тез орындап, аңшылығынан қырандығы мықты, түлкі, ірі аңдарды, аша тұяқ аңдарды алып жүр. Ат сияқты, ит сияқты зеки алмайсың бір жаман жерші. Итті тәк деп ұрсып қаласың, атты қамшымен салып қаласың. Бұны оратын болсаң, өзіңе кек сақтап қалатын болса, кекшілдеу құста енді лайқанда. Қанаты бар құс қой, аспанға көтеріп ұшып кетсе, болды жоқ деген сөз ғой. Сенмен дос болған арқасында аспанда құс жерге түсіп, сен қасында жүреді, қолыңда ұстап. Құс билеуге төзімді болу керек қой, сабырлы болу керек. Ананың бәріне сабыр керек та. Сен қолыңды сипап жатқанда қолыңды тістеп атады ғой, тістеп алады кейбір жоқ асау құстар қолын тістеп алады ғой. Қайтпайсың қайттан. Сен оны тістеп алды деп қайта әсет қайтарамайсың оған. Тістеп алғаннан кейін ол как будто тістегенде дұрыс сияқты болды.